тілі сабағы. Ортақ тақырып демалыс мәдениеті. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның құрамы. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Оқушылар сөз құрамын еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сөз құрамы нешеге бөлінеді? Иә, дұрыс айтасың. Сөз құрамы түбір және қосымша болып екіге бөлінеді. Түбір дегеніміз не? Дұрыс, сөздің бастапқы мағыналы бөлшегін түбір деп атаймыз. Қосымша дегеніміз не? Дұрыс, түбірге жалғанатын сөз бөлігі қосымша деп аталады. Қосымша нешеге бөлінеді? Дұрыс, қосымша жұрнақ және жалғау болып екіге бөлінеді. Жұрнақ қандай қызмет атқарады? Дұрыс, жұрнақ жалғанған сөзінен жаңа сөз тудырады немесе сөз түрлендіреді. Жалғау дегеніміз не? Дұрыс, жалғау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын қосымша. Балалар, бейне жазбаны мұқият тыңдаңыздар. Алан, ғалымдар деп кімдерді атайды? Ғалымдар әртүрлі заттарды зерттейтін адамдар. Жұмыстарының нәтижесінде жаңалықтар ашады. Кел, мен саған Қазақтан шыққан ғұлама ғалым Шоқан Уәлиханов туралы айтып берейін. Ғұлама? Ғұлама деп өте білімді адамдарды айтамыз. Мұнда Мұхаммед Қанафия деп жазылып тұр ғой. Шоқанның шын есімі Мұхаммед Қанафия болған. Әжесі оны еркелетіп Шоқан деп атаған. Қандай қызық? Зияттан тағы сұрап білейікші, Алан. Сәлем, Зият. Шоқан Уәлиханов туралы білесің бе? Сәлем, Дана. Әрине. Шоқан Уәлиханов ғұлама ғалым, географ. Ол 5 жасында әріп танып, 6 жасында едіге жырын қағазға жазған. Шоқан қазақ, орыс, француз, араб және парсы тілдерін жақсы білген. Зият, мына суретте Шоқан атамыз неге әскери киім киіп тұр? Шоқан Уәлиханов 12 жасынан бастап Сібір кадет корпусында оқыған. Солай ма? Қандай керемет? Мынау Шоқан Уәлихановтың жазба жұмыстары. Ол зерттеген жұмыстарын жазып қалдырған ба? Иә, дұрыс айтасың. Ол зерттеген жұмыстарын қағазға жазып отырған. Міне, мынау сол жазбалары. Өте қызық. Шоқан Уәлиханов географ болған. Ол туған жерінің табиғатын, тарихын зерттеген. Экспедицияларға қатысып, жаңалықтар ашқан. Мен бүгін ғалым Шоқан Уәлиханов туралы көп дерек білдім. Ол ғұлама ғалым, географ, зерттеуші болыпты. Иә, қазақтың жас ғалым атанған Шоқан Уәлиханов атақты тұлға. Бейне жазба мазмұны бойынша 2 сұрақ құрастырып, оған жауап беріңіз. Оқушылар, келесі мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Шоқан. Шоқан қазақ халқының шоқ жұлдызы. Ол суретші, өнер зерттеуші, тарихшы, саяхатшы. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Шоқанның еңбектері қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Олар ғасырлар бойы жасай бермек. Мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Шоқан кім?
Шоқан қандай мүсіндерге көңіл бөлген? Келесі тапсырма: мәтіннен алынған сөздерді сөз құрамына талдап, оларды тиісті бағанға орналастырыңыз. Шоқан, қазақ, шоқ, өнер, суретші, зерттеуші, саяхатшы, тарихшы, таңбалы, халқының, тастар, жұлдызы, қазынасы. Ал енді дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Оқушылар, түбір сөздерге жұрнақ жалғау арқылы жаңа сөз жасап, әр көбелекті өз гүліне қондырыңыздар. Сазгер, жазушы, ұшқыш, аспаз, шеберхана, оқушы, тәрбиеші, өрмекші, жұмыскер. Келесі шығармашылық жұмыс ребусты шешіп, оны сөз құрамына талдаңдар. Ребустың шешімі: егіншілер. Жарайсыңдар оқушылар. Үйге тапсырма 29-шы жаттығу. Сөздерді сөз құрамына талдап, кестеге түсіріп жазыңыздар. Сау болыңыздар.